Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім қаламадым. Бір таныс қол соғып өтті әлдегімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетін жаманақ, иығымнан ұшқан басым көкірегімде домалап. Бара жатты ата мекен ақжайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә, бұл түсім тегін емес, мына сойқан заманда. Тіршілікпен қоштасар сәт жетті тау деймін мағында. Әкел, жүруші едің ылғи өткелі, киюші едің адам болмайсың деп мен. Сол сөзінде сірә қайтып аласың ау шамасы. Атышыл, Баймағамбет сұқтан маған берген сыйлықты қарашы. Я сөйле, қандай ерлік көрсеттің, икәгі қайда жол шектің. Топ бастадық 4 адам, Махамбеттің жақыны, ықылас түгеттеп, мақтаққа, барқаға, қосып балдық ортаға. Ол түгелде мұна ұлыңның ақылы, еркін жетер ол бір таңда. Қапсызда қармақ сал, Махамбетті алдап соқ, басын кесіп, сыйға тарттық сұлтанға. Қой салмай, жүзі қара салмай, мұнша залым екенді қалай елген танымай. Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Қабағыңды жабағалда неге мұң? Әке, сенің қай сөзіңе сенемін? Десің неме менің бала күнімде, Махамбетті жек көремін дегенің? Расулым, айтылған сөз оқпенден. Бір кезде мен Махамбетті жек көргем. Әлде кемшін саламба деп ақылға, пенделік қой салған мен тақымға. Оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Бүкіл қазақ ғашық болса айтпа, құдіреттің шындығына тамыған, ақын деген келақ қу самғаған, ал енді шақ будасқан пендені қай атаңнан көрбедің оңбаған. Ол салада сен бірінші адамсың, адам емес ең бірінші надансың. Ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған, нақмаңды қасиетті оқиға. Енді сен кесірінен маған да туған жерін топырағы бермас. Жә, не қайыр малым елін алма, сорлы балам туыпсың ау сорма, кеттік қане шыңды алып қолыңа. Мынау төбе саған соңғы шығар шың болатын ұғарсың. Сен әрине құралдай көзге атқан, аққан оғын маздатқан, мен мерген екенімді ұмытпаған шығарсың. Ұмытқан жоқ әке. Балам, үміт қызығының өлшемінің өзі қайғым болдың сені. Басына шыққан емна төбенің, осы арада қалдырамын мен сені. Осы жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жатырды. Сонда ұғарсың қатеңді, кешір мен тасуды бар ма? Алаза. Туған елім, жанашырың жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Туған елім, құдіретімсің аңсаған. Алда жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пасық ойлар түн шыққанша, дулығаны қақ көз шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Кітап біздің рухани досымыз. Белгілі жазушы Ғабит Мүсірепов кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деген еді. Кітап оқу біздің ой өрісімізді дамытып, саналы, жан-жақты болуымызға тәрбиелейді. Мен мектеп кітапханасынан Мұхтар Әуезовтың Көксерек, Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа, Төлен Әбдіктің Ақиқат, Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя және тағы да басқа кітаптарды алып оқыдым. Белгілі жазушы Мұхтар Әуезовтың Көксерек шығармасында адамдар қалай табиғатқа, табиғаттың заңдылығына қарсы шығып, қасқырлар мекенін ойрандап, бөлтірігін енесінен айырып алып кетті. Бірақ Құрмаштың бұл жақсылығына Көксерек зұлымдықпен жауап қайтарды. Көксерек өзінің тәрбиеге көнетін күшік емес, қанша асырасаң да орманға қарап ұлитын қасқыр екенін дәлелдеді. Көксерек шығармасы адам мен табиғаттың арасындағы байланысты көрсететін шығарма. Ендеше осындай тағылымы терең, құнды кітапты бірге оқиық.